Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі әрі өте оңай тез жасалатын білезіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен бізге осындай стеклярустар қажет. Және де леска. Және де моншақтар. Моншақтың түсі өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ең алдымен лескамызды осылай ұзынырақ етіп қиып алатын боламыз. Міне осылай арасынан өткізіп, жақсылап байлайтын боламыз. Қаттырап байлағандарыңыз дұрыс, себебі тарқатылып, үзіліп кетуі мүмкін. Ендігі кезекте лесканың екі ұшынан екі стеклярустарды өткізетін боламыз. Енді үшінші стеклярусымызды кіргізіп, оның бір шетінен екінші шетін шығаратын боламыз. Дәл осылай лесканың екінші қатарын да осылай кіргізіп шығатын боламыз. Біз бұл екінші қатарда екі стеклярус қана қолдануымыз қажет. Мінекей стеклярустарымызды үшбұрыш пішінде етіп, лескамызбен айналдырып шығатын боламыз. Әрбір үшбұрышты жасап болғаннан кейін, арасына осындай моншақтарды салып отыратын боламыз.
білезігіміздің соңғы бөлігіне осындай біріктіргішті пайдаланатын боламыз. Соңғы жағын осылай қаттырақ байлау қажет, себебі үзіліп қалуы мүмкін. Мінекей, білезік 5 минутта дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін, себебі өте оңай жасалады және де уақытыңызды да алмайды. Қолжетімді заттардан тұрады. Егер де мастер-класс ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Сіздермен бірге болған Арай. Келесі жүздескенше.